Қыздар сәлем, ментайды духовкада пісіру рецептін ұсынамын. Ол үшін бізге 2 келі ментай қажет. Маринад үшін бізге 100 грамм майонез, 2 ас қасық сұйық май, паприка, бұрыш және де чеснок қажет болады. Тұз керек болады. Жалпы маринадқа арналған дәмдеуіштер талғамдарыңызға сай қосуға болады, бірақ негізгі дәмдеуіштер осылар. Алдымен ментайдың сыртын жуып, 3-ке бөліп аламыз. Ол үшін жаңағы құйрықтарын кесіп тастаймыз. Мен үлкен бір ментайды жалпы 3 бөлікке бөлдім. Ортасын аршып, ішіндегісін барлығын таза етіп тұрып тазалап аламыз. Балығымыз осындай тап-таза болуы тиіс, яғни осылай ортасын міндетті түрде кесеміз. Енді маринад жасау үшін майонезімізді аламыз. Яғни 100 грамм майонезге 1 қасық, ас қасық паприка қосамыз, бұрыш қосамыз, азғантай ғана тұз қосамыз. Тұзды көп қоспаңыздар, неге екенін қазір алдыда айтатын боламын. Және де чеснокты саламыз. 2 ас қасық сұйық май қосамыз да маринадымызды араластырып дайындап қоямыз. Енді қыздар жаңағы ашып дайындаған балығымыздың ортасына тұзды сеуіп, жақсылап тұрып, тұзбенен майлап аламыз да, бөлек бір ыдысқа қойып қоямыз. Тұзбенен міндетті түрде жақсылап тұрып майлап алу керек. Сонда жаңағы балық өзінің бойына тұзды сіңіреді де, дәмі сондай татымды болады. Барлығын аз-аздан майлап шығамыз. Тұздалып дайындап қойған балығымызға енді бағанағы дайындап қойған маринадымызды саламыз. Жақсылап тұрып араластырып аламыз. Кейін тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қойып қоюымыз керек. Ол қыздар міндетті түрде жаңағы маринад толығыменен балықтың жаңағы бойына сіңуі тиіс. Кейін протеинімізді жақсылап тұрып майлап алып, 2 пиязымызды дөңгелек етіп турап аламыз. Бірінші протеинге осы жаңағы пиязымызды саламыз. Кейін осы пияздың үстіне балығымызды орналастырамыз. Әрбір балықты жеке-жеке орналастыру керек. Бір үлкен жалпы протеинге 2 килограмм осы балығымыз, ментайымыз сияды. Үстіне мен укроп себеледім. Енді ол бірақ қалауларыңыз бойынша укропты ұнататын болсаңыздар қосуларыңызға болады. Міне дәл осылай етіп, бір-бірден бүкіл балығымызды орналастырып шығамыз. Қыздар духовкаға 190 градуста 50 минутке қоямыз. 50 минуттың ішінде ол құрғақ болмайды, яғни сочный болып жақсы болып піседі. Барлық дәмдеуіштерді өзінің бойына сіңіріп алады. Міне қыздар дайын қалпында осындай болады. Ас болсын.